Мемлекет және қоғам қайраткері, оппозиционер Балташ Тұрсынбаев 76 жасқа қараған шағында қайтыс болды. Марқұмның жаназасына билік өкілдерінен қала әкімінің орынбасары Арман Қырықбай қатысты. 1990 жылдары республикадағы жоғары лауазымды қызметтер атқарған оны бұрынғы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың мемлекеттік қызметтен шеттеткені айтылады. Белгілі публицист Сейдахмет Құттықадам халық үні тілшісіне замандасы Балташ Тұрсынбаевтың саяси мансап жолындағы күреске толы өмірі турасында әңгімелеп берді. Оның айтуынша, Тұрсынбаевтың Қазақстан билігіне қатысты өткір сын айтып, сол тұстағы басшы Назарбаевпен ашық келіспеген. Оның батыл көзқарасы мен ұстанымы президент Нұрсұлтан Назарбаевқа ұнамаған. Балташ менің досым, 30 жыл бойы дос болдық. Өте керемет азамат, оның өмірбаяны өте бай. Өзі Омбы облысында туған, институтты бітірген соң өмір бойы Қазақстанда жұмыс істеген. Қарапайым бөлім зоотехникін бастап премьер-министрдің орынбасары қызметіне дейін жеткен. Барлығы өз еңбегімен. Кейін Назарбаевтың үкіметіне барған соң, бастапқы кезеңде Назарбаев оны жақсы пайдаланды деп еске алады Сейдахмет Құттықадам. Бүкіл кабинет бір жолмен, Балташ бір жолмен жүреді. 1999 жылы 10 қаңтарда кезектен тыс өткен Қазақстан президенті сайлауы Тұрсынбаевты шетке қақты. Оның өзімен бәсекелесу мүмкін екенін ойлаған Назарбаев елден жырақ елшілік қызметке жіберген. Сейдахмет Құттықадамның айтуынша, Назарбаев өзінің алдын орап кете ме деп Тұрсынбаевтан қауіптенген. 1999 жылғы сайлау кезінде Балташ сайлауға түсем бе деген оймен жүрген еді. Сол кезде Нұрсұлтан қорқып, біз доспыз ғой, сен түспей-ақ қой, мен саған жұмыс берейін деп вице-премьер қызметін берген. Бірақ ол жерде алдап кетті. Алдайтынын Балташ өзі де білді. Сонда да барды. Сөйтіп бір жарты жылға жетпей істеді. Сайлау біткен соң бүкіл кабинет бір жолмен, Балташ бір жолмен жүреді деген сылтау айтты. Содан соң Балташ оппозицияға кетті дейді публицист. Оның айтуынша, Балташ Тұрсынбаев саяси мансап жолында көзқарасын батыл білдіріп, Назарбаевты ашық сынаған. Әсіресе ұжымдық шаруашылықтарды таратудың аграрлық дағдарысқа келетінін айтып қарсы шыққан. Назарбаевпен ашық келіспеді. Біріншіден, әу бастан ауыл шаруашылығында өзгерістерге, атап айтқанда колхоз, совхоздарды таратуға қарсы болып көп күресті. Осының барлығы Нұрсұлтан Назарбаевқа ұнамай қалды. Әйтеуір көп сылтау тауып алыстатты. Содан күн көру керек. Бизнеспен айналысты. Ешкімнің алдында басын иген емес. Бір ретте. Барлығы өз еңбегімен жасалған нәрсе. Елім десе, халқым десе жанын беретін азамат еді дейді.